Ассалаумағалейкум. Бүгін көкөністерден сорпа жасаймыз, яғни борщты жасаймыз. Әуелі осыны сүйектерімізді салқын суға салып, яғни қазанға құйып, қайнатқанын күтеміз. Қайнағанға дейін ода көбіктер пайда бола бастайды. Осылай көбіктерінен 2-3 қайтара тазалап алыңыздар. Көбік егер осылай бірінші шыққаннан кейін астын қатты қоясыздар ғой, қайнап шығып жатқан кезде қазанның қақпағы ашық болу керек. Сол кезде осы видеодағыдай көбіктер ортаға жинала бастайды. Осы кезде шөміштің көмегімен жақсы тазалап аласыз. Енді баяу отта жайлап қайнап тұра берсін. Біз оған дейін көкөністердің барлығын турап алайық. Ең әуелі бізге керек орамжапырақты осылай ұсақтап турап аламыз. Немесе терканың көмегімен өткізсеңіз де болады. Одан кейін пиязды ұзынша жіңішке етіп тураймыз. Ал картоп бізге біреу қажет. Менікі осындай үлкен немесе орташа екеу қолдансаңыз болады. Осы видеодағыдай жіңішке етіп, яғни пісуге тез болатындай етіп дайындаңыз. Ал сәбіз бен қызылшаны үкіштің көмегімен өткізіп аламыз. Мейлінше үкішті пайдаланған дұрыс, ұсақтап тураудың қажет емес, өйткені бұл сорпа деген өте тез дайын болады, көкөністерде тез пісетін болады. Негізімен көкөністерді ет қайнап шыққаннан кейін шамалы 40-45 минуттардан кейін андай турап бастаймын, өйткені ет жақсылап пісуі керек, әйтпесе мыналардың барлығы тез-ақ пісіп қалады. Міне менде бір 40 минуттай шамада тұрды. Енді орамжапырақтарды салып, кішкене араластырып жіберіңіз. Ал екінші жаққа, яғни газыңыздың екінші көзіне табаны қыздырып, аздап сұйық май құйып, пияз бен жаңғы сәбізімізді осы жерде қуырып аламыз. Яғни жұмсарғанша, қатты қуырудың қажет жоқ. Кішкене жұмсарғанша бір 7-8 минуттай қуырып аламыз. Сонда осы өзі жеке қуырылған анау жаңа біздің сорпамызға өте әдемі дәм береді және кішкене майда шығып тұрады. Барлығын осылай қақпақты жауғаннан кейін бір 3 минуттай баяу отқа қалдырыңыздар. Міне бізде жұмсар дайын болды. Енді осыны сорпаға қосамыз. Негізі кез келген сорпа жасайтын кезде етті қуырмайды, осылай жеке сәбіз бен пиязды қуырып алады. Енді осыны салғаннан кейін үстіне жаңағы картоп пен қызылшаны саламыз. Яғни біздің тағамыздың пісуіне жарты сағат қалды. Осы жарты сағат қалған кезде осы көкөністерді қосамыз. Сондықтан бұлар тез пісетін болғандықтан 1-2 сағатқа қалдырудың қажеті жоқ. Енді тұз, лавр жапырағын қосып, баяу отқа қалдырып, жарты сағатқа қалдырыңыздар. Мен бір себептермен 1 сағатқа қалып кетті, сорпам тартылып, мына қызылшаның түсі деген кетіп қалды. Егер де сіздерде сондай жағдай болмау үшін сорпаға 1-2 лимон шырынын қосып жіберсеңіздер де болады. Сол кезде қызылшаның түсін жақсы кетірмейді. Мына піскен етімізді аламыз да ұсақтап кесіп тұрап сорпаларға үлестіріп саламыз. Негізінде борщ сорпасында қызылшаны пісуіне 10 минут қалған кезде де салсаңыздар болады. Ол өзінің бойындағы дәруменін кетірмей бойыңызға сіңеді.